Армысың достар, құрметті трейдер достар. Бүгін сіздермен TradingView брокерлік сауда платформасындағы британский фунт активін қарап, және де сода графикалық жұмыста мінекей өздеріңіз қараңыздар. Восходящий тренд пен нисходящий тренд табамыз. Восходящий тренд мінекей өздеріңіз қараңыздар. Бұл британский фунт төменнен жоғарыға айсылады. Бұны восходящий тренд дейді. Кейде оны бычий тренд дейді, бұқа тренді деп атаймыз. Ол төменнен жоғарыға көтеріледі. Және де әрбір графикада осы активтің ең астынан сызылатын болады. Оны восходящий тренд дейді. Енді екінші тренд, мінекей өздеріңіз қараңыздар. Ол медвежий тренд. Медвежий тренд ол жоғарыдан төмен қарай сызылады. Оны және аю тренді дейді, не болса нисходящий тренд деп айтады. Тағы да ескертіп өтейін, бұл тренд екі түрлі тренд болады. Восходящий тренд және де нисходящий тренд. Восходящий тренд әрқашан төменнен жоғарыға сызылатын болса, және де ол бағаның көтерілгенін тек қана линия сызығы астынан ғана поддержка ретінде сызылады. Ал екінші нисходящий тренд ол төмен қарай бағытталады баға. Ол баға төмен қарай бағытталғанда жоғары жағындағы нүктелерден линия сызылады. Оны нисходящий тренд деп атайды. Және де екінші түрі оны медвежий тренд дейді. Восходящий трендті бычий тренд дейді, не болса восходящий тренд дейді. Нисходящий трендті медвежий тренд, не болса нисходящий тренд деп атайды. Сонымен қоса сіздерге ескертіп өтейін. Восходящий трендтегі жоғары жақтағы нүктелерді high дейді, төмен жақтағы нүктелерді low дейді. Ал нисходящий трендтегі жоғары жақтағы трендтің нүктелерін low high деп атайтын болса, төмен жақтағы нисходящий трендтің төмен жақтағы нүктесін low деп есептейді. Міне осы жерде көріп отырсыздар, бұл бычий тренд әрқашан төменнен жоғары қарай ұрады. Бағаны төменнен жоғары қарай көтереді. Кейбір кездерде бағаның екі жағынан сызылатын болса, төмен жақтағы сызықты линия поддержки деп аталады, жоғарыдағы сызықты линия сопротивления деп аталады. Медвежий трендте де сондай. Медвежий тренд бағаны жоғарыдан төмен қарай басатын болса, ода да екі сызық сызса, жоғары жағыдағы сызығын линия сопротивления деп атайтын болса, төмен жақтағы сызығын уровень линия поддержки деп есептелінеді. Сонымен қоса тағы ескертіп өтейін. Бағаның бірқалыпты қозғалатын жерін ол осы графикте көрсетіледі. Оны консолидация дейді. Кейбір кезде боковик деп айтады, кейбір кезде нейтральный тренд деп атайды. Ол ешқандай бычий трендте қатысы жоқ, медвежий трендінде қатысы жоқ. Ол бағаның тұрақтылы бірқалыпты қозғалған кезде, оны нақты айтқан кезде консолидация деп айтады кейбір жерде нейтральный тренд деп айтады, кейбір жерде флет деп есептеледі. Ал нақты нейтральный тренд деп есептеген дұрыс болады.